Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен ашытылған қырыққабатты тез және оңай дайындау әдісімен бөлісемін. Суық ауа райының басталуымен қырыққабатты дайындаудың ең жақсы уақыты. Ол үшін бізге керек ингредиенттер қырыққабат, сәбіз және тұз. Қырыққабатты төртке бөліп жұқа жолақтарға кесемін. Қырыққабатты дұрыс таңдау өте маңызды, өйткені жас немесе жасыл қырыққабат жарамайды. Ондай жағдай тәжірибемде болған. Қырыққабат ұзаққа жарамай тез бұзылады. Арнайы кеш сорты қажет. Белокочанная деп аталады. Оны ашыту және тұздау үшін қолданылады. Таңдау жағынан тәжірибем аз, сол себептен керек сортты таңдау үшін көкөніс сатушылардың көмегіне жүгінемін. Қырыққабатты турап болғаннан кейін келесі кезек сәбізде. Сәбізді ірі күштен өткізіп аламын. Сәбізді қырыққабаттың үстіне біркелкі таратып, күш келтірмей араластырамын. Тұз қосып, шырын шыққанша қырыққабатты қолмен басып ысқылаймын. Ашыту үшін қолданатын әйнек ыдыс ол банка, өйткені қырыққабатты салуға және шығаруға өте ыңғайлы ыдыс. Қырыққабатты салған кезде нығыздап салу керек. Толығымен салып болғаннан кейін астына жайпақ табақ қоямын.
Өйткені ашыту кезінде шырын сонда ағып кетеді. 3 күн бойы бөлме температурасында қалдырамын. Бірінші күннің соңында, егер бөлме жеткілікті жылы болса, ашытылған қырыққабатта белсенді ашыту басталады. Шырыны осы уақытта өте белсенді түрде шығарылады, оны төгудің қажеті жоқ. Үш күн бойы күніне бірнеше рет осылай суын қайтарып тұру қажет. Сол кезде өз шырынында дайындалған қырыққабат қытырлы ақ шырынды және пайдалы болып шығады. Қырыққабат сәл қышқылдау болып шықты. Қырыққабат дайын болған кезде қақпақпен жауып тоңазытқышқа саламын. Дайын ашытылған қырыққабатты отбасыма осылай дайындап ұсынамын. Сіздерге рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.